Бір кісі өмір бойы намазын оқып, оразасын ұстап, Алла тағалаға құлшылық етуін үзбепті. Тек бір кемшілігі, намазын үнемі кешіктіріп, уақыты бітуіне таяғанда ғана оқиды екен. Күндердің бір күнінде ажалы жетіп, әлгі кісі өмірден озыпты. О дүниеге барғанда, есеп дәптері бойынша жауап алынып болған соң, ол тозаққа лайық деп танылыпты. Қалайша деп таң қалыпты мұсылман. Менің өмір бойы жасаған құлшылығым, бір Аллахқа деген сүйіспеншілігім мен қорқынышым, маңдайым сәждеде жатып, тозақтан құтылуды тілегенім, бәрі босқа кеткені ме? Маған ақыреттің жақсылығы шынымен ақ бұйырмағаны ма? Ол есін жиып үлгермей жатып ақ, екі періште екі жағынан сүйрелеп, тозаққа ала жөнелтті. Бойын қорқынышпен үрей билеген, аяқ қолы дірілдеп, аузы икемге келуден қалған байғұс тек іштей намазым, намазым деп күбірлей беріпті. Бет қаратпас қып-қызыл жалынның ыстығы енді денесіне тие бергенде, алдынан ақ сақалды, ақ киімді адам шыға келіп, отқа лақтырылған бейшараны қағып алып, кері ұша жөнеліпті. Сен кімсің деп сұрайды бұл. Мен сенің намазыңмын депті ол. Осы кезге дейін кешігіп қайда жүрсің? Десе, есіңде ме? Сен де мені ең ақырғы сәтте, намаз уақыты бітерде оқушы едің ғой. Үнемі кешіктіретінсің. Менің кеш қалған себебім осы. Енді қорықпай-ақ қой. Мен Аллахтың қалауымен сені тозақ отынан құтқарамын, депті ақ киімді адам. Сөйтіп, намазының арқасында әлгі кісі жәннатқа лайық болыпты. Видео ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.